Жұмабек, неге көңілсізсің? Өткенде сөйлескен адам сөзінен тайып кетті. Нем ашып отыр. Бізге тез арада ақша табу керек. Қош, соған бола көңіл түсірмеші. Айдың болса жақындап қалды. Балаларымыздың өз үйі болғанын қалап едім. Болады. Пәтер жағалап жүрген біз ғана емес қой. Кешір. Саған уайымдауға болмайды, е? Саған уәде беремін, енді үйде жұмыс туралы сөз қойған бaba. Біреу келген. О, Қаныш, қош келдің. Қош көрдік. Келе ғой. О, Қаныш. Аға, қалыңыз ба? Кел. Жақсы. Кел, отыр. Аманшылық, аман есеміз. Өздерің қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Мақтап жүреді екенсің, дастарханның үстіне түстің. Сойып жүрсің ғой. Жақсы, бәрі жақсы аға. Мен асығыспын. Нанын үстем. Айып етпеңіздер. Жол жүріп барам. Солай ма? Жол болсын. Айтқаныңыз келсін. Ақтауға кетіп барам. Аға, өзіңіз білесіз, мен сіздің арқаңызда құмар ойыннан бір жола құтылып, басымда арашала болдым. Енді ол бәлеге ешқашан жоламаймын. Жорық астында. Сіздің жасаған жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Сіз болмасаңыз, не болар едім? Өткен күнді ұмытып, бәрін бастан бастаймын. Ол болса ана өсіп келеді. Менің қаңғып жүріп, беске толғанын байқамай қалыппын. Мәссаған, уақыт деген қандай, ә? Зымырап барады. Кеше ғана туылған Әли, не беске толып жатыр. Айтпа дейін. Олың аман болсын. Сізге қарыздарым, аға. Жолым болып, бәрі реттеліп жатса, сіздерге қонаққа келеміз. Ер жігіттің мойнынан қыл арқан шірімейді. Уәде беремін, аға. Алло. Сәуле, сен қайдасың? Үйде. Жанна сенің. Сәуле, сен неменемен ойнағың келіп жүр ме? Мені кім деп жүрсің? Жоқ, кешір, Жанна. Бақандай 6 ай өтті ғой, енді қанша жүресің Созбалақтан? Оның үстіне тұтқан алмайсың. Үйге барсам, үйде жоқсың. Сен не, менен қашып құтылам деп жүрсің бе? Жоқ, сен білесің ғой, қазір болмай тұр. 3-4 күнде ақша болады. Сәуле, сенің 3-4 күн дегенің қашан, а? Мені ақымақ қылғың келе ме? Жоқ, мен шын айтам. Айлық алған соң бірден саған жіберем. Сен білесің ғой, сөйтіп қарзынан құтылам. Ойбай, Сәуле, сен мен қатырдың ғой, а? Қайдан ғана жаным ашып беріп едің сол ақшаны? Сөздің қысқасы, мен енді күте алмаймын. Сотқа берем, сонда көреміз сені. Тоқташ, қайдағы сот, Жанна? Сен менің жағдайымды білесің ғой. Менің де бала шағам бар. Мені кім ойлайды сонда? Әлде маған ақша аспаннан жауып жатыр ма екен? Жоқ, енді. Сол ақшаны аларда қандай болдың, а? Аш жүрсем де саған ақшаны қайтарам дегенсің.
білем ғой, бірақ Жанна қазір енді болыпса